Жеті өнерпаз. Баяғы өткен заманда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. Бұл ханның ұлы болмапты. Жалғыз-ақ ай десе аузы, күн десе көзі бар Қаншайым атты бір қызы болыпты. Қыздың сұлулығы сондай, қараған адам есінен танып қалады екен. Күндердің бір күнінде Қаншайым қыз 40 қыз нөкерімен сейіл құрып суға түсуге барады. Суға түсіп бола берген кезінде Қаншайымды көктен бір қара құс келіп көтеріп әкетеді. 40 қыз шулап қала береді. Бірнеше күнге дейін ханға естіртуге ел жұрт бата алмайды. Бір ақсақалды шал келіп естіртеді. Хан есінен танып тағынан құлап түседі. Ел жұрты кетіп, тыныштық үйде хан есін жиып, бақсы балгер, қожа молда жинайды. Қызды олардың бірі де біле алмайды, бәрінен де жәрдем болмайды. Тек ханның уәзірі Назар келіп, ханмен ақылдасып былай дейді: мұхиттың ар жағында балықшы Сәлім деген бар. Оның 7 өнерпаз баласы бар. Бір тапса солар табады. Жаныма 500 әскер қосып беріп, темірден кеме соққызда мені соған жібер дейді. Хан табанда барлық айтқан керегін дайын қылып бас уәзірді аттандырады. Назар сумен жолға жүріп, бір айда аман-сау мұхит теңізінің арғы жағы Сәлім шалға жетеді. Барса 7 өнерпаз балалары жоқ, шалдың өзі ғана отыр екен. Сәлім шал әскермен келген Назардан қорқып кетеді. Назар уәзір Сәлім шалға мән жайының бәрін баян етеді. Ханның алтын мөрін басып, өтініп жазған хатын береді. Әдейі іздеп келгенін айтады. Сол арада Сәлім шал балаларын шақырып алып: айлық алыс, жет шерден сендердің өнеріңді естіп жетіпті. Нәсіп болса барыңдар. Егер тапсаңдар дүние мүлкімен қызын береді. Өнерді ішке сақтамай сыртқа шығарыңдар дейді. Сонымен 7 өнерпаз ханның бас уәзірі Назарға еріп жүреді. Бұлар бірнеше күн жол жүріп, 1-2 күн қалғанда сүйінші сұрауға Назар ханға бір кісі жібереді. Ол барып сүйінші сұрағанда хан аямай сүйінші беріп, алдынан 500 ошақ қалдырып той жасайды. Амансау 7 өнерпазды алып Назарда келеді. Хан 7 өнерпазды көріп, қатты қуанып, бала қайғысының бәрін ұмытқандай болады. Бірер күн тыныққан соң хан қасына 7 өнерпазды ертіп, баяғы қызды көтеріп әкеткен қара құстың қасына келеді. Қара құс аспанға ұшады. 7 өнерпаздың ішіндегі үлкені аспанға ұша біледі екен. Барлығын сол бастап ұшқан қара құстың көлеңкесіне түсіп қуады. Бұлар көкте 7 күн, 7 түн ұшады. 8-ші күн дегенде құсты көреді. Бір дарияның жағасында құс отыр. Қыз қасында шашын тарап отыр екен. Қуғыншылардың дабыл қағып ұшқан екпінінен қорқып, қара құс қызды алып тағы да аспаннан ұшады. Сонда қуғыншылар: қыздан айырылдық деп жылайды. Жігіттердің үлкені екіншісіне: өнерің істе дейді. Екіншісі асқан мерген екен. Құстың 2 қанатынан көзеп атқан оғы оның 2 санын жұлып түседі. Аспанда шыр айналып қыз суға түскенде үшіншісі сушыл екен. Суға сүңгіп қызды алып шығады. Қыз жұтқан суын қайта құсып аман тұре келеді. Бұлар енді судан құрғаққа шыққан кезде бір үлкен айдаһар бәрін лебімен жұтып барады екен. Енді бұлардың 4-шісі асқан ұста екен. Қолындағы 2 тасын бір-біріне соғыстырып қалғанда 5 шақырым жердей қорған соғылады екен. Ол тасын қолына алып соғыстырып еді, 5 шақырым жерден қорған соғылды. Әлгі айдаһар қорғанның сыртынан оралып жатып қалады. Бірнеше күн тас қорғанның ішінде бұларды жатады. Айдаһар тас қорғанды сыртынан орап алып қысып сыға бастайды. Бұлар қысылып өлер болған соң 5-шісі де өнерін істейді. Бұлардың 5-шісі жер астынан жол салғыш екен. Қолындағы асыл тасын шыққанда 5 шақырымдай жер астынан жол салынып шығады екен. Айдаһар сол күйінде таста оралып жатып қалады.
Бұлар жер бетіне шыққан соң еліне апаратын жолдың қай жақта екенін біле алмай айласы таусылып адасады. Бұлардың алтыншысы жол болжағыш екен. Оқу оқып, көзін сипаса бір күндік жерден жол көреді екен. Алтыншысы өнерін істеп, бір күндік жердегі жолды табады. Бірақ өздері арып ашып шаршаған, жаяу жүре-жүре табандары тесілген, тамақтары және жоқ. Аш әлсіреп қалады. Жетіншісі тағам жасағыш екен. Қойнындағы бір асыл табағын алып, жолдастарын күніне 3 мезгіл тамаққа тойдырып отырады. Олар бірнеше күн жол жүріп ханның ауылына жетеді. Бәрі де аман. Ханшайым қызы да аман алып келеді. Сонан соң хан ат шаптырып той істейді. Хан ел жұрты болып 7 өнерпазға қатты риза болады. Хан 7 өнерпазға риза болғандықтан қызымды біреуің әйелдікке алып тат дейді. Сонда 7 өнерпаздың ең үлкені. Бәріміз де істеген өнерімізді айтып өтелік, қайсымыздікі артық болса сол алсын дейді. Хан мақұл көреді. Сонда ең үлкені тұрып, бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым. Мен болмасам бұл қыз жоқ еді деп 7 күн қарақұстың ізімен аспанда ұшқанын айтады. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. Екіншісі, сенің өнерің таусылып қызды қарақұс аспанға алып бара жатқанда мен атпасам қыз жоқ еді, сондықтан қыз маған тиісті дейді. Үшіншісі тұрып, сен аспаннан қызды атып түсіргенде мен судан сүңгіп алмағанда қыз жоқ еді, сондықтан қыз маған тиісті дейді. Сонда төртіншісі тұр. Мен тастан қорған соқпағанда бәріңді де айдаһар жұтып қоятын еді. Қызда сендер де жоқ едіңдер, сондықтан да қыз маған тиісті дейді. Мен болмасам бәріңде тастың астында қырылып өлер едіңдер, сондықтан қыз маған тиісті дейді бесіншісі. Алтыншысы тұр. Бәріңде жол таба алмай адасатын едіңдер. Бұларды адастырмай жол тауып берген мен емес пе? Қыз маған тиісті дейді. Ақырында жетіншісі тұр. Менің табағымнан ас жемесеңдер, бәріңде аштан өлетін едіңдер. Сондықтан қыз маған тиісті дейді. Бәрі өздерінің өнерін айтып, ханға жүгінеді. Хан білгіштерін жинайды. Сонда бір қария тұр. Бұл жетеуінің бәрінің де өнері бірдей. Бірақ қызды сүңгуірге қосыңыз, өйткені ол қызды басқалардан бұрын барып құшты ғой. Ал қалған 6-ауына 6 ханның қызын әперіп, 6 жерге уәзір сайлаңыз дейді. Хан қызын сүңгуірге қосып, қалған 6-ауына 6 ханның қызын әперіп, 6 елді билетіпті. Сөйтіп 7 өнерпаз мұратына жетіпті.